Кайырлы күн әріптестер, қалдарыңыз қалай? Маған мына жекеге мына бір ваш платеж не прошел деп тұр ғой. Өстіп шығып тұр деп жазасыздар ғой. Уайымдамаңыздар. Мына обновить деп шығып жатыр дейсіздер. Сіз жиі кірмейсіз да бұл программаға. Сол үшін қайта шығады. Напомнить позже деген басасаңыз болды. Мына Random логотип тұр ғой, міне. Осыны басып жүріңіз, болды, қайтадан орнына келеді. Сосын мына сұрақ қойылады. Мынау ағылшынша болып кетіпті дейді. Мынау кейде ағылшынша тұрады ғой, осылай. Бұл ағылшынша ашылып тұрса, немесе басқа тілде тұрса, мына рабочий стол дейміз ғой, мына жұмыс алаңына любой жерге мышканың оң жағын басып, перевести на русский деп басыңыз. Орысшаға ауысады. Я болмаса, мынау тұр ғой, мынау сіздің кабинетіңіз деп саналады, мынау. Мышық тұр ғой, мына түлкі. Соның қасында мынау тұр, міне. Мынау осы Random программасы, мінекей, мына тілдерде жұмыс жасайды. Біз русскийді басасыз. Болды, орысшаға ауысады, сіз ары қарай жұмыс жасай бересіз. Міне мына жерде сіздің саймандар тақтасы. Не жасайсыз, мысалы, видео ма, анимация, интро ма, немесе дайын видеоны өзгертесіз ба деген сияқты, слайд-шоу жасайсыз ба, веб-сайтқа келесіз, не жасағыңыз келіп тұр, қандай мүмкіндіктер пайдаланғыңыз келеді, осы жерге барасыз. Логотип, не қай сфера бойынша, логотип жасайсыз, міне осылай жасай беруіңізге болады.